Оңай әрі азғантай қаражатпен бизнес бастағыңыз келе ме? Ендеше қаражатсыз кәсіп бастаудың мынадай тәсілдерін қолдану арқылы сіз де өз мақсатыңызға оңай қол жеткізіңіз. Бірінші кеңес. Өз-өзіңізді дұрыс бағалай біліңіз. Хоббиіңізді кәсіпке айналдырыңыз. Не нәрсеге бейімсіз, қандай қабілетіңіз бар? Сол қасиеттеріңізді жетілдіріп, басқа әлсіздіктеріңізге қарсы қойыңыз. Кішкентай жетістігіңіз болса да қуанып үйреніңіз. Бұдан да жақсы болуға болушы еді дегендей ойлардан аулақ болыңыз. Елдің ғана емес, сіздің өзіңізді өзіңіз бағалай білгеніңіз де маңызды. Киім тоқу, қолөнер бұйымдарын жасау, тәттілер әзірлеу деген секілді елден ерек хоббиіңіз болса, оған арнайы уақыт бөліңіз. Мәселен, сіздің қолыңыздан дәмді торт немесе түрлі тәттілер жасау келетін болар. Тартынып қалмаңыз. Жасаңыз, өз қалауыңызға бірнешеуін жасап шығыңыз. Өзгеге ұқсамай, жаңа кәсіптегі өз жолыңызды осылай таба біліңіз. Сосын сол жасаған торттарыңызды қайырымдылық іс-шараларында немесе адамдар көп орналасқан аудандағы дүкендерге апарып ақшаға айналдырыңыз. Шағын бизнес бастауын керек деп жүрген қаншама адамды кездестіреміз. Міне, шағын бизнес осындайдан бастау алады. Бұған сіз қыруар қаржы құйып, шашылмайсыз. Немесе сіз шаш сәндеуге, шаш қиюға бейім болсаңыз, мархабат. Бұл да өзіндік ерекшелігіңіз. Яғни, қолыңыздан келетін істі кәсіп көзіне айналдыра біліңіз. Бізге көбіне тәуекел етуге бейімділік жетіспей жатады. Қандай іс жасасаңыз да, ең алдымен Аллаға тәуекел етуді әдетіңізге айналдырыңыз. Ертеңгі күнді ғана ойлап тоқтамаңыз. Келешекті де ойлаңыз. Бүкіл әлемге не бере алам деген оймен өмір сүріңіз. Сіз кішкентайдан бастаңыз, үлкен мақсатты армандаңыз. Қарапайым бір-екі істен бастасаңыз, күрделісіне де жетесіз. Теңіздің де тамшыдан құралатыны сияқты. Үлкен жобалар ұсақ нәрселерден бастау алатынын ұмытпаңыз. Екінші кеңес. Сіздің демалысыңыз, жұмысыңыз болсын. Сүйікті ісіңізбен ғана айналысыңыз. Өз кәсібіңізді жақсы көрсеңіз, орындалмайтын мақсат жоқ. Өзін толықтай жұмысқа арнаған адам ақшаны да жақсы табады. Табандылық пен тұрақтылық көрсету үшін өз кәсібіңізді жаныңыздай жақсы көріңіз. Сіз бұл ісіңізбен кез келген орында, кез келген жағдайда түрлі көңіл күйде шұғылдана аласыз. Сізге жұмыс барысы аса қиын болмайды және ісіңізді тындыруға көп уақыт жұмсамайсыз. Ешкімнің артық әңгімесі әсер етпейді. Сіздің ісіңізге қызығатын адамдарға тегін кеңес беріп, тәжірибеңізді бөлісесіз. Өйткені сіз өзіңіз мұны оңай үйренгенсіз. Сізге оны жұртқа үйретуде оңай. Сіздің демалысыңыз, жұмысыңыз, демалысыңыз болсын. Төртінші кеңес. Үнемділік көлікке де қатысты. Көлікті жууға тек қажет болғанда немесе айына бір рет апару жеткілікті болуы мүмкін. Және жөндеу жұмыстарын проблема өршімеген кезде. Уақытылы жөндесеңіз үлкен шығынның алдын аласыз. Бензин шығыны орын алатындықтан кондиционерді аса үлкен қажеттіліктерде ғана қосуды әдетке айналдырыңыз. Көлік тез қозғалып келе жатқанда терезені ашуға болмайды. Тез жүріп келе жатқан көліктің ауа суытқышын өшіріп, терезе ашып энергия үнемдеуді жөн көретін жүргізушілер бар. Бұл жансақ көзқарас. Терезе ашқанда ауа алмастырғыш жұмыс істеп тұрған кездегіден 10%-дан артық жанармай шығын болады. Қажетсіз жанар-жағармай шығынын азайту үшін газ бен тежегішті басуды барынша азайтып, өзгермейтін қалыпты жылдамдықпен жүруді жалғастыру керек. Қолмен қосылатын жылдамдық қорапшалы көліктерде, жоғары жылдамдық меңгергіш арқылы төмен жылдамдықпен жүруде жанармайды үнемдеуге көмектеседі. Бірақ, бұл жағдай моторыңызға күш түсіруі мүмкін. Газды шұғыл басуға болмайды. Газды шұғыл басу жанармайдың толық жанып бітуіне мүмкіндік бермейді. Бесінші кеңес. Су мен қуат көзін үнемдеңіз. Қарапайым жуынып шайынудың өзіне кем дегенде 3 минут кетеді. Осы уақыт ішінде крандағы қанша су бостан-босқа ағып кететініне назар салыңыз. Тіс тазалағанда кранды тыйып қойыңыз. Керек кезде ғана кранды ағытып тұруды үйреніңіз. Краныңыз бұзыла бастаса, дереу жөндетуге асығыңыз. Себебі кран бұзылғанда көп су текке ағып кетеді. Түнде жатарда бөлмелерді аралап, жарықтың сөнгенін қадағалаңыз. Жарықты жағып қойып, ұйықтап кететін кездер әлбетте аз емес. Міне,
Дәл осы сәттер қалтаңызды жаймен жұқарта береді. Сондай-ақ, қуат көзін керек ететін заттарды пайдалағанда да мұқият болыңыз. Мысалы, үтіктеп отырғанда телефон шырылдаса, үтікті суырып барып, телефонға жүгіріңіз. 6-шы кеңес. Өз-өзіңізге шектеу қоя біліңіз. Қарныңыз аш болса, басқа әңгіме, ал қарныңыз тоқ болса, тәтті алмаға қызығып, оны сатып алмаңыз. Кез келген затты сатып алмас бұрын, бағаларын салыстырыңыз. Бұл сіздің сараңдығыңыз емес, сауаттылығыңыз. Әсіресе қымбат тұратын заттардың бағаларын салыстырыңыз. Бір жерде 150 мың теңге тұратын ноутбуктың дәл осы моделі басқа бір дүкенде жеңілдікпен 100 мың теңгеге сатылып жатуы әбден мүмкін. 4-ші кеңес. Алла әрекетіңізге сай берекет береді. Сұраныспен санасыңыз. Ісім өнсін десең ретін тап деп хәкім Абайдың сөзімен айтсақ, амалын жасасаңыз, іздегеніңіз алдыңыздан тілемей-ақ табылғалы тұр. Жетістікке жету үшін пәлен жоқ, түген жоқ, анау болғанда, мынау болмағанда деп сылтау айту бекерлік. Толық, әдемі, ақылды өмір сүру үшін бізде керектінің бәрі бар. Тек іздеу деген бағдарламаны іске қосып, табысқа жетудің жолын айқындау қажет. Нені іздеу керек? Халықтың сұранысымен де санасыңыз. Сіз тұтынушыдан не қалайсыз деп сұрай алмайсыз, сіз оның сұрағанын дайын еткенше олар басқасын қалап кетуі мүмкін. Халықтың сұранысы нені қалайды? Адамдар көбірек не нәрсеге мұқтаж? Міне осы сауалдарға жауап тапсаңыз, әрекет жасасаңыз, сіз сөзсіз табысқа қол жеткізесіз. Мысалы, қазір көбіне қолдан жасалған кез келген бұйым болсын, тұтынуға болатын кез келген зат ерекше сәнге айналып келеді, себебі оның төрінде қолдан жасалған деген табиғи этикет бар. Мәселен, қыз-келіншектерге қолдан жасалған әшекей бұйымдар, былғарыдан тігілген қол сөмкелер, әмияндар мен сәнді аяқ киімдер көбірек қызықты тақырып. Немесе ұлттық құндылықтарымызды бейнелейтін киімдер тігіп шығарыңыз, осылай табысты адамға қажетті амалдарды атқарыңыз, пікір қалыптастырыңыз, көзқарасыңызды өзгертіңіз. Алла тағала әрекетіңізге сай берекет береді. Егер сенде ақша аз болса, кәсіп жаса. Егер мүлдем ақша жоқ болса, дереу жаса. Дәл қазір. Бұл әлемдегі ең атақты бай адамдардың бірі, Джон Рокфеллердің өмірлік тәжірибесінен түйген сөзі болатын. Мына қарапайым 4 тәсіл арқылы сіз де өз кәсібіңізді ашып, Алланың ризығына бөленіңіз. Және оны дәл қазірден бастаңыз.